Сәлем достар, ағылшын тілі грамматикасының қарапайым осы жағы present simple. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Present simple қарапайым осы жақ етістіктегі әдеттегідей, әдетте қайталанып тұрушы, белгілі бір уақыт мезгілді білдірмейтін, жалпы іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, I live in Алматы. Мен Алматыда тұрамын. Әрдайымғы жасау жері, сондықтан әдеттегі іс-қимыл. Мысалы, we get up at 7 o'clock. Біз таңертең сағат 7-де оянамыз. Әрқашан, әр күні бір уақытта, яғни сағат 7-де тұратын білдіріп тұр. Қарапайым осы шақ уақытында. Жекеше түрде болымды формада do does сөйлемде қатыспайды. Бірақ үшінші жақта етістікке s жалғауы жалғанады. Сұраулы формада I, you есімдіктерінің алдына do көмекші етістігі, ал he, she, it есімдіктерінің алдына болса does көмекші етістігі шығу арқылы жасалады. Болымсыз формада болса do, does көмекші етістіктерінің соң not шылауы. Plural form көпше түр. Көпше түрде болымды формада сөйлемдер тек қана do көмекші етістігінің қатысуымен қолданылады. Болымды формада бірақ do көмекші етістігі сөйлемде қатыспайды. Сұрақ формада do көмекші етістігі есімдіктер алдына шығу арқылы жасалады. Болымсыз формада do көмекші етістігінен соң not шылауы. Present simple tense төмендегі үстеулер арқылы жасалады. Always әрқашан, usually әдетте, often жиі, sometimes кейде, seldom сирек, rarely өте сирек, never ешқашан. Positive forms болымды форма, зат есім, етістік to be. I, you, we live in Astana. They are our parents or our brothers live in Astana. She lives in Astana. My mother, my sister, he, my brother, my father. Яғни, етістіктің соңына үшінші жақта s-ті міндетті түрде жалғаймыз. Уақытты бағыттаушы times expressions every day, every week, every month, every summer, every year. Әр күні, әр аптада, әр жазда. Every morning, every afternoon, every evening. Әр таңда, күні, кеште. In the morning, in the afternoon, evening. Таңда, күндіз, кешкісін. On Monday, on Friday, on Sunday. Апта күндері мысалы. Once a week, twice a week, 3 times a week, 3 times a day. Аптасына бір рет, екі рет. Usually, әдетте, always, әрдайым, sometimes, кейде, often, жиі. Negative forms, болымсыз формасы. Ағылшын тілінде сөйлемнің болымсыз түрі бастауыштан кейін do, does көмекші етістіктері. Not демеулігі етістіктің бірінші тұлғасының келуі арқылы жасалады. Мысалы, мына кестеде қараңыздар. I, you, we, my aunt and I, my parents and I do not work. Яғни, not'ты қойып, do мен not қосылып, қысқартпа түрде don't-ты қой аламыз. He, my brother, our manager, мысалы, she үшінші жақтағы сөздер does not work. Does бен not қосылып, doesn't дегенді аламыз. Interrogative form, сұраулы формасы ағылшын тілінде жалпы сұраулы сөйлем do, does көмекші етістіктерінің бастауыштың алдына қойылу арқылы жасалады. Мысалы, do бірінші, екінші жаққа жекеше түрге қолданса, ал көпше түрде де do қолданамыз, және үшінші жақта жекеше түрде тек қана does'ды ғана қолданамыз. Және де жекеше түрде s жалғауы негізгі етістікке жалғанбайды, көмекші етістікке жалғанады. Мысалы, do I work? Yes, I do. No, I don't. Yeah? Does she, my mother, work? Yes, she does. No, she doesn't. Яғни көмекші does'мыз алдыға шығып. Назарларыңызға рахмет. Каналыма комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын.